Сәлеметсіздер ме, құрметті студенттер. Курс барысында біз C++ бағдарламалау тілінде бағдарлама, яғни программа құрастыру үшін компьютерімізді баптауымыз қажет. Біз программа жазу үшін компьютерге компилятор және де мәтіндік редактор орнатуымыз қажет. Мәтіндік редактор ретінде Microsoft Visual Studio немесе Microsoft Visual Code немесе CodeBlocks сияқты программалар қажет болады. Күшті компьютерді қажет етпейтін қарапайым CodeBlocks программасын жүктеп орнатуға мен кеңес беремін. Ол үшін біз кез келген браузерден google.com-ға CodeBlocks текстін іздейміз. Ең бірінші шыққан нәтижеге, яғни немесе codeblocks.org сайтына кіреміз. Осы жерден Downloads пәрменін таңдаймыз. Download the binary release таңдаймыз. Және осы жерден өзіміздің операциялық жүйеге қажетті болған нұсқасын таңдаймыз. Windows, Linux немесе MacOS. Мен Windows таңдаймын. Ең үстіндегі тұрған таңдауды басамыз. FossHub немесе sourceforge.com-ға кіруге болады. Бізде автоматты түрде жүктелуі мүмкін, бірақ бізге компилятормен бірге қажет болғандықтан төмен қарай түсеміз. Windows including compile деген таңдауымыз қажет. Мән беретін болсақ, оның жадысы салыстырмалы түрде көп. Мына жерде 35 мегабайт, мына жерде 145,4 мегабайт. Осыны таңдаймыз. Жүктелген күтеміз. Жүктелгеннен кейін біз осы файлды ашамыз. Мына жерде min.gw.setup деген файлды таңдаймыз. Next таңдаймыз. I agree таңдаймыз. Мына жерін бізге ештеңе өзгертудің қажеті жоқ. Next басамыз. Және де бізде қай жерге орнатылатынын көрсетеді. Installды басамыз. Орнатылып болғаннан кейін келесі экран шығады. Яғни бізде CodeBlocks'ты ашуды қажет етесің деп сұрап тұр. Қазірше ноуды басайым. Next, finish. Енді мына екі файл бізге қажет болмайды. Өшіріп тастасақ болады. CodeBlocks программаны ашамыз. Бізде жұмыс үстелінде, яғни десктопта немесе пускта пайда болады. Алғашқы рет ашқан кезде бізде осындай экран шығады. Компилятор тапқанын көрсетіп тұр. GNU GCC compile detected, яғни табылып тұр. Осыны таңдауымыз қажет. Окейді басамыз. Мына жерде осы біріншіні таңдай берсек болады. Енді CodeBlocks'та егерде жаңа мен көрсеткенде экран шықпаса, Settings'ты басамыз, Compiler'ді басамыз. Мына жерден Toolchain Executables'ты басамыз. Және Auto-Detect'ті басу қажет болады. Сол кезде бізде осындай жазу пайда болады. Немесе мына жерде басқаша өзгертілуі мүмкін. Одан кейін окейді басамыз. Енді CodeBlocks'та алғашқы проектті құрастыруымыз қажет болады. Ол үшін Create a new project, немесе мына жерден File, New Project'ті басамыз. Console Application'ды таңдаймыз. Go. Skip this page next time'ды басып қойсақ болады. Яғни келесі ашылған кезде бізде мына экран болмайды. Next. C++ді таңдаймыз. Next. Және біздің проектіміздің атауы. Мысал ретінде мен тест деп проект құрастырайын. Және проект қай жерде орналасу қажет екенін мына нүктені басып таңдай аламыз. Мысалы, жұмыс үстелінде мен арнайы папка құрастырайын. Папканың атауы міндетті түрде ағылшынша атауымен және де пробелсыз жазған дұрыс болады. IOP деп жаза салам. Үстіне екі рет басам және Select Folder таңдаймын.
Next'ті басам. Компилі бізде осылай тұра береді. Және финиш. Енді мән беретін болсақ, бізде мына сол жақта проект, яғни біздің проектіміздің құрылысын көрсетеді. Осы жерде main.cpp деген файл ашылды. cpp, яғни C++ деген мағынаға сәйкес. Программамызды іске қосамыз. Ол үшін мына кнопканы басуымыз қажет. Build and run. Бізде міне осындай нәтиже шықты. Мына мәтін орнына біз кез келген мәтін жаза аламыз. Яғни C алып. Ctrl+S-ті басу арқылы біз сақтаймыз. Және қайттан Build and Run-ды басамыз.